Сәлем достар, менің есімім Гаухар, мен таргет жарнамасын жасайтын маманмын. Видео жасау барысында Facebook'тың негізгі келбеті 2 рет өзгерді, сондықтан сіздер негізін үйреніп алсаңыздар, өзгерістерге қарамай жарнамаларыңызды жасай бересіздер. Сіздерде мынандай жеке парақша болу керек, егер болмаса, осындай парақша ашу керек. Ол жерде шынайы аты жөніңіздің суреттеріңізді енгізесіздер. Ол кейін блокқа ұшырасаңыздар, жеке куәлігіңізді Facebook'ке жіберіп, өзіңіздің парақша екенін дәлелдеуге керек болады. Онысыз Facebook сізді блоктан шығармайды. Бүгінгі біздің тақырып бизнес парақша ашу. Бизнес парақша маған не үшін керек? Мен жеке парақшамнан жарнама жібере аламын, төлем картасын сонда да тіркей аламын дейтіндерге айтып кетейін. Сіздерге бизнес парақша керек. Кейін бір келеңсіз жағдай болып, сіздер Facebook'тың блогына ұшырасаңыздар, сіз жеке парақшаңыздан айырыласыз. Сондықтан жеке парақшаның ішінде бизнес парақша, оның ішінде бизнес менеджер, оның ішінде ATS менеджер болу керек. Жарнаманы, төлем карталарыңызды, барлық қосылатын заттар мен негізгі өзгерістерді ATS менеджердің ішінде енгізіп жасайсыздар. Ал бастайық. Мына жерде сіздердің парақшаларыңыздың тізімі. Бизнес парақшалар сізде болмаса, бұл жер тап-таза болады. Бизнес парақшаны ашу үшін қосу белгісін басасыздар. Сол жерде создать дегенді басып, ішіне кіресіздер. Ішінде өздеріңіздің компанияның немесе сататын тауар не қызметтің атын жазасыздар. Оның астында қай бизнес салаға қатысты, соны жазасыздар. Таппасаңыздар, местные услуги немесе тауар деп таңдап қойсаңыздар болады. Астында описание деген жерге сіздердің тауардың ерекшеліктері, немен айналысатындарыңызды толықтап әдемілеп жазасыздар. Сосын сурет және аватарка енгізесіздер. Мына жер Facebook'тегі бизнес парақша сіздің клиентке бірінші көрінетін алаң. Facebook'те айналатын жарнаманың аватаркасын басқанда, осы парақша ашылады. Сіздің потенциалды клиенттеріңіз осы жерге кіріп, сіз туралы толық мәліметтерді алып шығуы керек. Информация деген жерге кірсеңіздер, мекен жай, телефон, электронды пошта, Instagram аккаунт, карта және басқа барлық ақпараттар осы жерде толып тұру керек. Мына бастырмаларды басып, адам сіздің клиентіңізге айналуға тиісті. Келесі көріскенше, рахмет, сау болыңыздар.